Бүгінгі жаңа дәуірдің, жаңарған білімнің талабын орындау үшін мұғалім жақсылық атаулының ең биігінен көрінуі тиіс. Олай болса, ізгілікті ішкі жан дүниесімен қабылдап, өз бойындағы берік қалыптасқан көзқарас пен білімді оқушы бойына дарта білген, өз-өзіне сенімділік пен сабырлылық мінезімен ерекшеленген, өзгеге қолдау көрсете білетін, жылы жүрегімен жақсылық сәулесін шашып, оқушыларды қазіргі замандағы сұранысқа ие мамандыққа баулитын ұстаз, бірінші мектеп гимназияның химия биология пәнінің мұғалімі Бейсенбаева Зоя Жексенбайқызы. 1983 жылы Қыздар педагогикалық институтын тәмамдаған соң, кәсіптік техникалық училищеде мектеп-интернатта мұғалім боп, 1986 жылдан бері бірінші мектеп гимназияның қара шаңырағында жас өрендерге дәріс берді. Шәкірттердің химия әлеміне саяхат жасап, сол ғылымның қыр-сырын меңгеруіне зор үлес қосты. Менделеев элементінің кестесін, олардың тәжірибе жүзіндегі реакцияларын Зоя Жексенбайқызының үйретуімен меңгеріп, жаратылыстану ғылымының бір парасы химия биологияны таңдап, қаншама түлектер болашаққа қанат қақты. Пәндік олимпиада, ғылыми жоба конкурстарында топ жарғаны қаншама. Өйткені ұстаз Зоя апай еңбектенуден талмайтын, әрдайым ізденіс үстінде жүретін жан. Жәмпейісованың модульдік, Қараевтың уәж технологиялары, 12 жылдық оқыту эксперименттермен жұмыс жасай отырып, бірнеше әдістемелік құралдарды жарыққа шығарды. Ұстаз туралы жазылған, ұстаздың өзі жазған мақалалар баспасөз бетінде сан тарау. Шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасып, мол тәжірибесі, терең біліммен танылды. Әрдайым биіктен көрінген ұстаз барлық марапатқа, алғыс пен батаға лайықты тұлға. Ұстаздық қызметінен бөлек, Зоя Жексенбайқызының адами құндылығы бір бөлек дүние. Жаны жақсылыққа толы, шабыттанса, 4 жырларын төгеді. Драмалық шығармалардың кейіпкерлерін шебер сомдап береді. Қашан көрсеңде шапшаң қимылдап, барлық істі өзі-ақ атқарып келеді. Үлкеннің де, кішінің де жүрек түкпіріне бойлап, әрлі, әзіл, арлы қасиетімен ерекшеленеді. Расында да, жаратылыстану ғылымының маманы жаратылысы ерек болады екен. Зоя апайдың жан жақтылығы, білімі мен дарыны шәкірттеріне де, бүгінгі немерелеріне де дарыған. Бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Қазақтың данасы, жасы кен ағасы, бар демесе сенде бір адамның баласы. Отбасында жолдасы мен балаларын жақсы азамат етіп тәрбиелеп, әулет үлкендерінің алғысына бөленіп жүрген, білімнің қара шаңырағында аянбай еңбек етіп келген Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Зоя Жексенбайқызын құрметті демалысқа шыққан мерейтоймен ұжым атынан құттықтаймыз. Берекелі өмір, мерекелі күндеріңіз көп болсын.